Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ызғарлы желтоқсан атты еске алу сабақ. Сабақтың мақсаты тыңдаушыларға желтоқсан оқиғасының мәні мен мағынасын түсіндіру, тәуелсіздік үшін күрескен желтоқсан құрбандарын еске түсіріп, олардың өмірі, ерлігі жайында түсіндіріп, олардың батырлығын насихаттау, тыңдаушыларға желтоқсан оқиғасы туралы мағлұмат беру, тыңдаушылардың өткен тарихымызға деген ұлттық көзқарастарын қалыптастыру, патриоттық тәрбие беру, отанды сүюге және ерлікке баулу. 1991 жыл 17 желтоқсан. Тәуелсіздік таңы. Қазақ халқы егемен, еркін, жер киесінде ел иесі боп оянған тарихи күн. Азаттықтың алғашқы таңы осы күнді аңсап, бодандықтың бұғауынан босап шығуға ұмтылған жастардың көтерілісі желтоқсан оқиғасына арналды. Бауырларым, қадірлі қауым, тарихтың ойлы қырлы белестеріне халықтың жүрегінде сақталып, жадында жатталып қалатын, қоғамдық дамуға айрықша әсер етіп, ұлттық сана сезімге қозғау салатын аса маңызды оқиғалар болады. Қазақ халық үшін сондай асулардың бірі 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Ұзақ жылдар бойы тұншықтырылып келген әділетінің алғаш рет ашық айтылғанына, жығыла жаздауға шақ қалған ұлттық намыс туының қайта желбіреуіне 5 жыл толды. Бүкіл бір ұлттың сүйегіне таңба түсіретін әділетсіз шешім қабылданып, халықтың ар намысын таразыға салынған шын сағатта, сын сағатта дүлей күшке қаймықпай қарсы шыға білген жастарымыздың сол қайсар мінезі ұрпақтан ұрпаққа жететініне өз басым еш күмәнданбаймын. Желтоқсан желі ызғарлы болғанымен, ел егемендігін әкелген жаңа лек еді. Азаттық үшін алаңға шыққан жастар партиялық режимнің солақай саясатына наразылық білдірді. Алайда араға 5 жыл салып, тәуелсіз Қазақстан желтоқсан батырларын ақтап алып, есімдері мен ерліктерін жаңғыртты. Барлық жерде ұлттық сана сезім оянып, егемендіктің, тәуелсіздіктің тулары бірінен соң бірі көтеріліп жатыр. Тәуелсіздіктің алғашқы таңын Алматының алаңында осылайша өкініші мен қуанышы қатар шарамен бастаған қазақ елі ертеңге деген үлкен сеніммен тарасқан еді. Осылайша жаңа президенті, тәуелсіз елі бар Қазақстан халқы жаңа өмірге алғашқы қадамын басты. 1991 жыл 17 желтоқсанда атқан тәуелсіздіктің таңы болашаққа бастар бағдар болды. Ары қазсаңыз Алашорда тарихын, бері үңілсеңіз 86-дағы оқиғаны санада жаңғыртар желтоқсан айының қазақ үшін орны бөлек. Ызғары қанша ақтырса да, тәуелсіз ел атану бақыты да қазақ халқының пешенесіне дәл осы желтоқсанда жазылған екен. Желтоқсан оқиғасы кезінде Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Сабира Мұхамеджанова мен Ләззат Асанова сынды жастар жазықсыз өлім құшты. Сабира Мұхамеджанова Алматыдағы жастар шеруін жұдырықтай жүрегімен қолдап, Өскемен қаласының студенттерімен бірге Ушанов алаңына қарай өлең айтып, шеруге шықты. Оны дүрбелеңге үн қосқан үшін айыптап, тәртіпсіз деп бағалаған. Училищеден жазықсыз шығарып жіберген қорлығына шыдай алмай, Өскемен педагогикалық училищесінің 1-ші курс студенті Сабира Мұхамеджанова жатақхананың өзі тұратын бөлмесінің терезесінен секіріп қаза тапты. 19 желтоқсанда ауруханаға бас сүйегі мен миынан жарақаттанған Ербол Сыпатаев 2-ші курс студенті еді. 23 желтоқсанда қайтыс болды. Ербол бір үйдің жалғыз баласы. Желтоқсан оқиғасының құрбаны. Алматының Чайковский атындағы музыкалық училищесінде қобызшы мамандығы бойынша оқып жүрген Ләззат Алтынай қызы Асанованың 16 жылдық қысқа ғұмыры ерте үзілді. Ол Ақжүніс пен Құртқа, Әлия мен Мәншүк секілді қазақтың ер жүрек қыздарының ерлігін қайталады. Туған елінің азаттығы мен тәуелсіздігі жолындағы қазақ жастары көтерілген 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы кезінде қайсарлық пен ерлік көрсетіп құрбан болды.
Қайрат Рысқұлбеков 1982 жылы Алматы сәулет құрылыс институтына түседі. Желтоқсан оқиғасының құрбаны. Небары 21 жас ғұмыр кешті. Ызғарлы желтоқсан оқиғасынан 5 жыл өткенде Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Өшкені қайта жанған еліміз еңсесін тіктей бастады. Дәл сол желтоқсан оқиғасы кезінде қазақ жастары шырқаған «Менің Қазақстаным» әні Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қазіргі әнұраны. 1991 жылы 12 желтоқсанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстандағы 1986 жылғы 17-18 желтоқсандағы оқиғаларға қатысқаны үшін жауаптылыққа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлығы мен Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысып қылмыстық, әкімшілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылған азаматтар ақталды. Құрбандарым, жазықсыз құрбандарым, бет бағдарым, бақиға бұрғандарым, қаралы күндерде көп қарауытып, халқымның мәңгі есінде тұрғандарым дей отыра, ызғарлы желтоқсан атты еске алу сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.